Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге керемет схеманы көрсететін боламын. Бұл инвестиционный проект, бұл жерде біз ақша салу арқылы ақша табатын боламыз. Сондықтан да видеоны до конца көруіңізді сұранамын. Достар, сайттың аты Disney.USDT. Бұл жерде ең алдымен регистрация батырмасынан өтейік. Мына жерге почтамызды жазамыз, мына үш жерге парольді қайталаймыз. Мына жерге менің реф кодым тұрады. Register Now деген батырманы басу арқылы біз регистрация батырмасынан өтеміз. Ал мен өзімнің аккаунтыма кірейін. Достар, қарайтын болсаңыздар, осындай окошко шығады. Платформа, яғни сіздің ссылкаңыз, сондай-ақ бұл жерге sign up, яғни тіркелгенге $10 бонус беріледі. Сонымен қатар минимальный депозит бұл жерде $6 құрайды дейді. Confirm деген батырманы басайық. Міне осындай әдемі дизайнда жасалған сайт екен. Бұл жерде ең алдымен mine деген батырманы басып көрсететін боламын. Міне қарайтын болсаңыздар, менің балансым $16. Бұл жерде мен $6 өзім салған болатынмын. Today's earning деген жерде көріп тұрсаңыздар $6. Одан кейін бірақ мен әлі таск орындаған жоқпын. Яғни біз сатып алғаннан кейін белгілі бір тапсырманы орындауымыз қажет деген сөз. VIP деген батырманы қарайтын болсаңыздар, VIP1, яғни мен алып қойдым. VIP1-ді сіздер сразу $6 толтырғаннан кейін өзі алынады. Қарайтын болсаңыздар, күнделікті ордер $0.4, сонымен қатар 2 таск беріледі күніне, яғни күніне $0.8 тауымызға болады. Айына $24 дейін тауымызға болады, егер де проект жақсы жұмыс жасайтын болса. Сонымен қатар VIP2 бар, ол жерде күнделікті ордер міне $1.35 береді, бірақ 3 ордер береді. $4.05, яғни сіз табатын болсаңыз, яғни ақша салатын болсаңыз, $45, айына $121 тауға болады, егер де сайт жақсы жұмыс істесе. Бұл инвестиционный проект болғандықтан өте рискованно, сондықтан да минимальный суммадан бастау қажет, егер де салам десеңіздер. Team деген батырманы қарайтын болсаңыздар, бұл жерде реферальный код, сонымен қатар реферальный ссылка. Бұл жерде осындай ссылканы скопировать етіп, екінші аккаунтпен салатын болсаңыз, немесе досың салатын болса, содан процент алуларыңызға болады. Task деген батырманы қарайтын болсаңыздар, бұл жерде жаңағы VIP-тағы заданиялардың, яғни completed орындалғаны, сонымен қатар жерде орындалып шыққаны деген секілді тұр. Home деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде міне VIP1 Disney Mall. Қазір мен сіздерге орындап көрсететін боламын. VIP1 Disney Mall деген батырманы басамыз. Міне осындай нелер тұрады. Біз біреуін басамыз. Міне қарайтын болсаңыздар, task деген жерде өзі шықты. Submit деген батырманы басамыз. Payment successful деген батырма шықты. Қайтадан Home деген батырмаға кіреміз. VIP1-ді басамыз. Міне осындай тағы біреу шықты. Любой біреуін таңдай салайық. Submit деген батырманы басамыз. Payment successful деп шықты. Mine деген батырманы қарайтын болсаңыздар, уже today's earning $6.8. Бұл жерде осылай, яғни біз күнделікті 2 ордерді орындайтын боламыз. Ал бірақ ең алдымен қалай ақшаны саламыз. Recharge деген батырманы басайық. Қарайтын болсаңыздар, бұл жерде осындай адреске copy деген батырма арқылы Binance'тан немесе Trust Wallet'тен сала аласыздар. Одан кейін немесе recharge, яғни QR код, екінші телефонда болса, Amian электронный кошелек, осы QR код арқылы салуыңызға болады. Бірақ бұл жерге тек USDT-20 адрес, только $1 арқылы салуымызға болады. Басқа кошелектен қабылданбайды. Сонымен қатар language деген батырмада бұл жерде итальяно, түріктікі, одан кейін басқа да нелері бар екен, бірақ ең ыңғайлысы осы английский. Бұл жерде сонымен қатар қазір мен шығарып та көрсететін боламын. Withdrawal деген батырманы басу арқылы salary description деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде компания туралы толық ақпарат жазылған екен. Міне $3.20 кошелекті қабылдайды, сонымен қатар arrive within 1-5 минут, яғни шығарғаннан кейін 1-5 минут күтуіміз қажет екен. For the first withdrawal дейді, $3, for the second withdrawal дейді. Осындай, яғни жазылған екен. VIP1-де сіз күніне $0.8 табасыз, ал VIP2-де 4-5, VIP3-де $10 деген секілді, яғни профиттары өзінің жазылған екен. Download API деген батырма арқылы бұл жерде сіздер приложениесін скачать етіп ала аласыздар. Енді Withdrawal деген батырманы басып, мен шығарып көрсететін боламын. Withdrawal деген батырманы басайын.
бұл жерде please add your withdrawal method дейді, яғни адресті жазайды. Submit деген батырманы басайық, add withdrawal method. Бұл жерге қазір мен адресімді жазамын, одан кейін transcription passwordты. Мына жерге мен қазір Binance'дан алатын боламын. Скопирован в буфер обмена деген батырма шықты. Мына жерге please enter network address деген жерге жазамыз. Ал мына жерге использовать деген батырманы баса саламыз. Submit деген батырманы басамыз. Success дейтін батырма шықты. Міне біздің уже withdrawal методымыз дайын. Енді мына жерге жазатын боламыз. Submit деген батырманы басамыз. Application for withdrawal successful дейді. Яғни қазір 1-5 минуттың ішінде түсуі қажет. Сохранить пароль деген батырманы баса саламыз. Міне достар, көз алдымызда уже түсті. Қарайтын болсаңыздар, you have successfully deposited $08. Яғни проект төлейді деген сөз. Ақша салып, ақша таба берсеңіздер болады.